Дудар қыз. Ертеде бір бай болыпты. Ұлы да, қызы да жоқ болыпты. Жылқысы көп болыпты. Бай жылқысын бақпайды, жылқысын қасқыр жемейді, ұра алмайды. Басқа жерде бір хан бар екен, хан айтады: оның жылқысын қасқыр неге жемейді, ұры неге алмайды, менікін қасқыр да жейді, ұры да алады. Кісілер ханға айтты: баласы жоқ байдың жалғыз буырлы аты жылқыны қасқырға жегізбейді, ұрыға бермейді. Хан байға: буырлы атты маған берсін деп кісі жіберіпті. Бай буырлы атты бермейді. Хан той қыламын деп жұртқа хабар айтты: ұлы жоққа отыратұғын орын жоқ, қызы жоққа қымыз жоқ, бұл тойға келмесін дейді. Ел жұрт тойға жиылды, бәрі барды. Сонан соң ұлы жоқ қатын байына айтты: тойға барайық деді. Бай айтты: бізді келмесін деп хан айтыпты. Қатын: барайық дейді. Бай айтты: барсақ барайық. Бір сабақ қымыз түйеге артты. Қатын жетектеді, келді тойға. Бай келді деп адам шықпады алдарынан. Қатынымен екеуі келіп үйдің сыртында тұрды. Бай ашуланды. Жанындағы пышағын суырып алды. Сабан пышақпен тіліп жіберді. Қатынның үйіне жеткенше сабап келді. Тойға бармайық деп айтып едім, айтқан тілімді алмадың деді. Үйіне келді. Жылқыдан айғыр алды, сиырдан бұқа алды, қойдан қошқар алды, ешкіден тек алды. Айғырды, бұқаны, қошқарды, текені төртеуін алып мидай далаға кетіп, үлкен шалқар көлдің басында төртеуін сойып жалбарынады, баланы тілеп. Шырағын жақты, көлдің басында қатынның қасында жатты. Құдай, ұл бер, қыз бер, малды не бер, не берме деді. Түнде бай түс көрді. Буырлы атты сойсаң қыз болады депті. Бай буырлы атты бауыздайын деп жылқыдан әкеліп жығып аяғын буыпты. Қатыны: сойма, сойма деп жылайды. Бай тілін алмай буырлы атты бауыздайды. Сонан соң екеуі түнде жатады. Ертесіне қатыны жүкті болды. Туатығын уақыты болды. Көп қатындар жиылды. О қатындар айтады: баланың кіндігін мен кесемін деседі. Бала іште жатып жауап береді: үйдегі қатындарды қуып жібер, өзімді жақсы туамын дейді. Әкем үйге келсін, маған оның керегі бар, әкем келсін деп шақырады. Әкесі үйге келеді. Әке туайын ба деді. Шырағым туа ғой деді. Өзімді өзім билесем туамын, өзімді билік болмаса тумаймын деді. Әкесі: өзіңді өзің биле деді. Бала туды. Шешесінің ішінен жерге түсті. Қатындар жиылып келді. Таңырқап келді. Не қылған жан екен бұл? Ұл ма екен, қыз ба екен? Білейікші деп келді. Әкесі айтты: ол қыз екен. Әкесі бір қой сойыпты, той қылыпты, қымыз нан ішіпті, етін жеп қатындар үйіне қайтыпты. Қыз ері жетіпті. Байдың қызын айттырамын деп мырзалардың балалары келіпті. Қыздың өзі көркем екен. Әкесі келген жігіттерге айтыпты: мен білмеймін, қызымның өзі біледі, өз билігі өзінде деп. Жігіттер қызға келді, амандасады, сөйлеседі. Сен маған барамысың дейді. Атымды тапсаң барамын, атымды таппасаң бармаймын дейді. Жігіт атын таба алмады. Өзінің әкесі де шешесі де қызының атын білмейді екен. Bir күні шешесі қызының атын сұрайды: сені кім деп шақырамыз? Атыңды біз білмейміз дейді. Қыз айтты: менің атым Дудар қыз. Менің атымды адамға айтпаңыз. Тағы бір жігіт келді. Әкесі: мен білмеймін, қызым өзі біледі. Күйеуге барса да, бармаса да өзі білсін деді. Жігіт қызға келді, амандасты, есендесті, сөйлесті. Сені мен аламын, сен маған тиесің бе деді. Қыз айтты: атымды тапсаң тиемін, таппасаң тимеймін. Атын адам таба алмады. Ауыл далаға көшті. Қыз жүгін түйеге артты. Түйенің басын үйінде жүрген күңіне жетектетті. Қыз жұртында қалды. Қара жорға атына мінді. Жүгінің соңынан қуып келді. Қуып келсе, күңнің жетектеп бара жатқан түйесінің жүгі бір жағына қарай ауып қалыпты. Оны қыз көрмейді. Күң оны айғайлап шақырды. Қыз естіпеді. Сонан соң: Дудар қыз, мұнда кел. Түйе ауып қалды, кел мұнда деген дауыс естіледі. Қыз қайтып келді. Сен менің атымды атадың ба деді. Атағаным жоқ. Қыз деп сені шақырдым деді. Жүгін қайтартып, қонатын жеріне түйені алып келді. Жүгін түсірді, үйін тікті. Қыз желпініп төрінің алдында отырды. Bir жігіт келді, айтты: бай, қызыңды мен алғалы келдім деді. Бай айтты: қызым өзін өзі біледі.
Жігіт қызға келді. Қыз, амансың ба? Сені айттырғалы келдім деді. Қыз, атымды тауып айт деді. Жігіт, сенің атың Дударқыз деді. Атымды таптың, мен жеңілдім деді қыз. Той қылды, құда түсірді. Қыз бен жігіт қол ұстасты. Әкесі ұзатқалы жатқан қызына, жылқының бәрінде беремін, алып кет деді. Дударқыз малдың ішіне келді. Келіп, жылқыны көріп қарап жүрсе, бір кішкене құлатай үстіне тер қатып тұр екен. Құлатайдың жүнін алақанымен үкті. Құлатайға тіл бітті. Дударқыз, сені ұзатады ма деді. Қыз айтты, мені ұзатады. Құлатай айтты, не аласың деді. Әкем малының бәрін берем деп айтады деді қыз. Сен малды алып не қыласың? Малды алма. Бұйым берсе, бұйымды алма деді. Күйеуің өзіңе жақсы ма, жаман ба деді. Қыз айтты, жақсы екенін, жаман екенін білмеймін деді. Құлатай айтты, сен білмейсің, мен айтайын. Күйеуің қасқырдың алыбы құбылып адам болып келген. Анау күні көшіп келе жатқанда, күннің жетектеген түйе сауғанда сені шақырғанда сен келмеген соң атыңда тап Дударқыз деп шақырғанда осы қасқыр деді. Қыз шошыды. Құлатай айтты, әкең мал берсе де, пұл берсе де алма. Әкеңнің жағы менен оғын ал, қара күңді ал, мен ал, қара түйені ал деді. Қыз үйіне келді. Төсегіне жатып жылады. Әкесі айтты, жылама, басыңды көтер деді. Қыз басын көтергенде әкесі қыздан, балам, не аласың деді. Әке, жағың мен оғыңды берсең аламын, қара күңді, қара түйені, Құлатайды берсең аламын деді. Әкесі айтты, қара күңді, қара түйені, Құлатайды беремін, жағым мен оғымды бермеймін деді. Қыз жылады. Сонан соң шешесі байын ұрысты. Қызыңнан сенің жағың мен оғың артық па, балам сұраса бер деді. Бермек болды. Ал балам деді. Қыз жылқыдан Құлатайға құрық салды, құнан болды. Жүгендеді дөнен болды, ерттеді бесті болды. Қызды мінгізді 6 жасар ат болды. Қара түйені ұстап алып әкеп берді. Қара күңді сол түйеге мінгізді. Қыз бәрінді алды. Ұлатқа мінді, жағын мойнына салды, кетті. Күйеу ұзатып алып кетіп барады. Күйеу қызға айтты, мен алдымен озамын. Ұзыннан созылған жер болса жүр, дөңгелек сызған жер болса қон деді. Күйеу кетті, қыз кейін қалды. Құлатай айтты, Дударқыз, күйеуің неге бозып кетті, білдің ба? Дударқыз айтты, білгенім жоқ. Құлат, мен білдім, күйеуің қасқыр болып қайтып келіп түйені жейді, қара күңді жейді деді. Азырақ жерге барып еді, бір үлкен қасқыр келе жатыр. Қасқыр келді, қара түйені жұтты, күңді жеді. Қасқыр кетіп қалды. Бір уақытта жігіт болып құбылып артынан келді. Қараса күйеу екен. Дударқыз, қара түйе қайда, қара күң қайда деді. Бір қасқыр келіп жеп кетті деді қыз. Күйеу айтты, жесе жесін. Дударқызға айтты, анау көрінген таудың арасында ағарған менің үйім, соған кел, мен озамын. Қыз жалғыз қалды. Ат айтты, Дударқыз, не ойлап келесің? Дударқыз айтты, мен не ойлайын? Ат айтты, 7 жұртты жалмаған жалмауыз қасқыр, оның қатыны жүгіріп алдынан шығар, жүгіріп келіп менің тізгінімнен тартар, сен тізгінімнен ұстатта деді. Қасқыр қатыны жүгіріп келді. Дударқызды тізгінінен ұстайын деді. Дударқыз айтты, аттың тізгінінен ұстама, сен үлкен, мен кіші, атымды өзім байлаймын деді. Дударқыз түсті. Үйдің жанына атты байлады. Үйге келіп, есіктің алдына отырды. Байы үйдің ішінде төсекте жатты. Үлкен қатын төсек жақта отырды. Бай ұйықтап жатыр екен, оянды. Дударқыз, мұнда қасыма кел деді. Дударқыз бармады. Мен үлкен апам жатқан төсекке бармаймын, ұят деді. Келмеген соң байы бақырды, ашуланды. Ашуланса да келмеді. Үлкен қатыны жүгіріп қасына келді. Байының басын қасыды, арқасын қасыды. Бай ұйықтады. 7 күн ұйықтады, 7 түн ұйықтады. Бай ұйықтап жатып ой байлады. Бір уақытта бақырды, бір уақытта шыңғырды. Сонда ат үйге сүйкенді. Бір уақытта атты бір жерге байлаймын деп Дударқыз үйден шығып кетті. Шықты, атқа мінді. Садағын, оғын алды. Ат айтты, көзіңді жұм, 3 күн 3 түн көзіңді ашпа деді. Құла ат 3 күн 3 түн ұшып барып түсті. Құла ат тұра қалды, қыз көзін ашты. Ат айтты,
Еримді тоқымымды ала көр. Ер тоқымын дудар қыз алды. Аттың бір қабат терісі тоқыммен бірге алынды. Ат аулынады. Әрбір отта да бұрынғы қалпына түсті. Жүгіріп ат кетті. Кетсе далада бір адам жүр екен. Ат қайтып дудар қызға келді. Ертте мін маған деді. Ер тоқымды ерттеді. Баяғы көрінген кісіге келді. Ассалаумағалейкум деді. Уағалейкум әссалам деді. Жігіт айтты. Кімсің деді. Қыз айтты. Мен бір ермін, аң атқалы жүрген жанмын. Жігіт айтты. Сен ер болсаң мен дермін. Мен аға болайын саған, сен маған іні бол. Біреуі аға, біреуі іні болды. Ағайынды болды. Екеуі аң атты. Қыз бір атқанда екі құлан атты. Анау жігіт Төстік батыр біреуін атты. Екеуі кешке үйге келді. Үш құланды алып келді. Төстік батырдың шешесі бар екен. Балам Төстік, қасыңа ертіп келгенің кім деді. Кеше менің ертіп келгенім бір батыр. Бұл менен артық батыр. Мен бір құлан аттым, бұл екі құлан атты деді. Шешесі айтты. Балам, шыққыр көзім шықпаса, мұның өзі ер емес, қыз деді. Әнесі үш құланды сойды. Су әкелді, етін асты, пісірді. Етті жеді, тойды. Ертеңінде таң ата атына мінді. Екеуі аң атқалы кетті. Қыз екі құлан атты. Төстік бір құлан атты. Екеуі далада сойып жатыр еді. Bir кісі келді. Жетектеген аты бар. Төстікті іздеп келдім деп Төстікке сәлем берді. Төстік сәлемін алды. Қайда барасың деді. Ол кісі айтты. Сені іздеп келдім деді. Мен не қыласың деді. Елімізде патша той қылып жатыр. Теректің басына бір ділдә қояды. Соны атып түсірген кісіге қызымды беремін дейді. Ол ділдәні ататұғын кісі табылмады. Қанша кісі жиылып барып атып еді, ділдәсін жерге атып түсіре алмады. Соны сен атып жерге түсіресің, қызын аларсың деді. Дудар қызды алып үшеуі бірге кетті. Патшаға келсе, қанша жамағат тұрған ділдәні атып жатыр екен, дәл тигізе алмайды. Келді де Төстік батыр атты. Жақын жанына жетті. Сонан соң дудар қыз атты. Ділдә шылдырлап жерге түсті. Патшаның күйеуі бол деп кілемге салып көтеріп, патшаныкіне апарды. Қызды әкеліп қойнына салды. 3 күннен соң ұзаттақ болды. 3 күн өтті. Қызды ұзатты. Қыздың інісі ерді. Қыз інісіне айтты. Мені бұған неге бердіңдер? Бұл да қыз, мен де қыз деді. Қызды Төстік шешесінің үйіне алып келді. Ертеңіне дудар қыз жалғыз аң атамын деп шықты. Аға, сен үйде жат, мен кешке келемін деді. Дудар қыз атына мінді, далаға кетті. Ат тұрып айтты. Ей, дудар қыз, енді қайтесің деді. Енді мен кетейін деді қыз. Ат айтты. Қасқырбайыңнан хабар жоқ. Ертең сен Төстікпен далаға шық, Төстікке өзің тий деді. Кешке үйге келді. Екі құлан алып келді, жатты. Ертеңіне тұрды, беті қолын жуды. Аға, екеуміз құлан атайық деді. Жарайды, барсақ барайық деді Төстік. Екеу кетті, мидай далаға келді. Аға, кеш әкелген патшаның қызын кім алады деді. Шырағым, өзің ал деді. Мені кім алады деді. Сені кім алсын деді. Аға, мен қыз едім деді қыз. Ағасы қуанды. Қыз белгісін, шашын көрсетті. Сонан соң үйіне қайтып келді. Қызды алды. Екеуін алды. Қатын қылды. Сонан соң дудар қыз жүкті болды. Еліне бір жау келді. Жұрт жиылды, соңынан қуып кетті. Төстік батырға қатыны дудар қыз барма деді. Айтқан сөзін алмады. Жауға барамын деді. Қатыны болмаған соң айтты. Барсаң бар, құл атты сен мінбе. Сен тастап маған келер деді. Атты бай мінді. Айтқан сөзге көнбеді. Қыз шідерді бермеді. Бұтының арасына қысты. Күйеуі өзін итеріп тастады. Шідерді жұлып алды. Жігіт аттанып жөнелді. Шеше, аман бол деді. Мынау қатыным ұлтуса атын Алтынбай қой деді. Сөйтіп аттанып кетті. Bir ай жүрді. Bir айдан соң қатыны бала тапты. Бас алтын, арты күміс бір ұл тапты. Сонан соң кемпір шешесі. Төстік балам кел. Дудар қыз келінім ұл тапты. Бас алтын, арты күміс деп қағаз сызды. Ол қағазды бір кісімен жіберді. Қара дүлге кісіні мінгізді. Айшылық жерді 6 басты барып жетті. Жүректей жерден жұлындай түтін шығады. Түтін шыққан жерге жетсе есік көрінеді. Есікті ашып еніп келсе, ояқ кемпір отыр. Балам, қайда барасың деді. Түнде кеткен қолды көрдің бе деді жігіт. Кемпір айтты. Мен көрдім. Осында қонып кетті. Шаршап келген екенсің, атыңнан түс. Атыңды байлай тұр, ас берейін саған деді. Жігіт атынан түсті. Атын байлады, үйге кірді, отырды.
Кемпір бір аяқ боза құйып берді. Жігіт ішті. Ас ішкен соң жатты. Ұйықтап жатқан жігіттің қалтасына кемпір қолын салып жіберді. Кемпір алақандай қағазды суырып алды. Жігіт мас болып ұйықтап қалып білмеді. Кемпір қағазды оқып қараса, дудар қыз басы алтын арты күміс ұл тапқан екен. Дудар қыз Төстік батырдың үйінде екенін білді. Ал кемпір Алыптың шешесі екен. Қағазды қайтып білгізбей жігіттің қойнына салды. Жігіт бір уақыт оянды, түрегелді. Ойбай, күн кеш боп барады екен, мен жүрейін деді. Жүрсең жүр жігітім деді. Қайтарыңда келіп кет деді. Жігіт атына мінді. Төстік батырды қуып кетті. Бір уақытта жетті, амандасты. Қайда барасың деді Төстік. Сізге келдім деді жігіт. Қатының ұл тапты, шешең беріп жүрген қағазы мінекей деді. Қағазды оқыды. Қатынының ұл тапқанын білді. Айтамын деп қуанды. Төстік батырдың жолдастары. Енді қайтпа деді. Енді жауға жеттік, ішіміздегі батырымыз сенсің, қайтпаңыз, жауды мұқатып кетейік деді. Төстікті жолдастары жібермеді. Шешесіне Төстік хат жазды. Шешеме сәлем, той қылсын, көп жұрт шақырсын, баламның атын Алтынбай қойсын деді. Жігіт қайтып келе жатып, жолдағы кемпірге кірді. Жігіт демді алайын деп жатты. Ұйықтағанын кемпір білді. Қалтасынан қағазды суырып алды, отқа тастап жіберіп жақты. Өзі қайтадан қағаз алып, атты қинап, шешем маған неге кісі жібердің? Шешеме сәлем. 30 арба отын әкеп, дудар қызды баласымен екеуін өртесін деп кемпір жазды. Қағазды жігіттің қойнына салды. Жігіт оянды, түрегелді. Жүрейінші деп атына мінді. Келіп қағазды шешесіне берді. Шешесі оқыды. 30 арбамен отынға жіберді. Баласының айтқан сөзін екі қылмады. Дударғы жылап жатыр. Түн ортасы болғанда құлат келді. Дудар қыз жатырмысың деді. Жатырмын, жатпай қайтейін деді. Шық деді. Алтынбайды да ала шық. Дудар қыз түрегелді, киім киді, белін буды. Баланы қойнына салды, үйден шықты. Шығып қараса құлат келіп тұр. Құлатты көріп жылады. Үш аяғын шідер қиып тастапты. Аяғының аппақ сүйегі көрініпті. Шідерді алды, жанына байлады, құлатқа мінді, қаша жөнелді. Соңынан біреу қуып келді. Ұшайын десе ұшалмады, жүгірейін десе жүгіре алмады. Дудар қыздың қалың тарағы бар екен. Тарағын лақтырды, қалың тоғай бол деп тастады. Қалың тоғай болды, қояқ кемпір адасты. Дудар қыз кетті. Кемпір тоғайдан шығып соңынан қуды, тағы жетті. Қолында дудар қыздың айнасы бар екен. Айнасын үлкен дәрия көл болды деп лақтырды. Үлкен дәрия көл болды. Дудар қыз құлатымен жүзіп ортасында келе жатыр. Соңынан кемпір су ішінде қуып жетті. Келіп қыздың білегінен ұстады. Дудар қыздың қолында пышағы бар екен. Кемпір пышақты жұлып алды. Аттың ішін пышақпен жарып жіберді. Кемпірді қос аяғымен құлат теуіп жіберді. Кемпірдің мойны үзіліп кетті, өлді. Судың жиегіне шыққан соң қарны жерге түсті. Құлат жығылды, өлгелі жатыр. Дудар қыз құлаттың басын ұстап жылап отыр. Дудар қыз жылама деді. 4 аяғымды кесіп 4 жаққа таста. 4 айғыр үйір жылқы бол деп айт. Кеудемді кесіп осараға таста. 6 қанат үй бол деп айт деді. Қыз басын құшақтап 3 күн 3 түн жылады. Құлат тірілмеді. 4 аяғын кесіп 4 жаққа тастады. 4 айғыр үйір жылқы болды. Кеудесі ақ үй болды. Бай болды, бие сауды. Алтынбай ер жетті. Жылқы бағат. Жылқы бағып жүрсе, бір аяғы жоқ адам киік атады. Киікті Алтынбай алып қашат. Шешесіне алып келеді. Ертеңінде Алтынбайға аяғы жоқ адам тағы кездесіп, Алтынбай мұнда кел деп шақырады. Қасына келеді. Басындағы тақиясын берді. Алтынбай тақияны алады, үйіне келеді. Биенің қасына тақияны қойып кетеді. Шешесі бие сауғалы келеді. Биенің қасына келсе, тақияны көреді. Тақияны алды да үйіне жылап кірді. Алтынбайды құшақтап жылады. Мұны қайдан тауып алдың деді. Бір аяқ жоқ кісіден алдым деді. Сол кісі менің байым Төстік батыр, сенің әкең, оны алып кел деді. Алтынбай әкесінің қолынан ұстады. Қолымен көтеріп атқа мінгізді, үйіне қайтты. Алтынбайдың шешесі жылап алдынан жүгірді. Алтынбай әкесінің қолынан ұстап жерге түсірді. Өзі жылқысына шауып кетті. Жылқыдан кешке келді. Келсе, дудар қыз Төстік батырды биенің сүтіне шомылдырып, жақсы киім кигізіп, жақсы ас ішкізіп отыр екен. Баласын бала қылды.
Қатын байынан сұрады: байым, қайдан жүрсің деді. Мен қайдан жүрейін? Мен жауды қуып кеткен емес пе едім? Сонда сен жүкті қалған емес пе едің? Сонда мен шешеме айтып едім, қатыным ұл туса, қудыра кісі жібер деп едім. Сол күнде қудыра шешем кісі жіберген екен. Сол жігіт келіп маған, қатының ұл тапты. Шешеңнің берген қағазы міне деді. Қағазды оқысам, дудар қыз ұл тапты, басы алтын, арты күміс. Төстік батыр балам қайт депті шешем. Қасымдағы жолдастарымнан сұрап едім, қайтайын деп, жолдастарым қайтпа деп айтты. Ішіміздегі батырымыз сенсің, сен кеткен соң біз не боламыз деп. Хат жібер деді жолдастарым. Шешеме хат жібердім. Той қылсын, атын Алтынбай қойсын деп қағазды жігіттің қойнына салдым. Өзге жерге қонба, еш жерге түспе, өз үйіме бар дедім. Сен дудар қыз бұл жерге неге келдің? Біреуден қысым зорлық көрдің бе деді. Қатын айтты: мен үйдің ішінде жатыр едім. Жіберген жігіт келді. Енем сұрады: төстік балам келмеді ме деп. Төстік батыр келмеді. Сізге берген қағазы мінекей деп хат берді. Енем қағазды алып оқытты. 30 арба отын әкелсін, қызды Алтынбаймен екеуін өртесін деген қағаз беріпсің. Сөйтіп, жылап өлемін ғой деп жатыр едім. Түн ортасында құлат келді, мені алып қашты. Жолшыбай көп пәле көрдім, әйтеуір аман қалдым. Алтынбайды жіберіп, сені алғызған менмін, сенің аяғың неліктен тозды деді. Құлат кеткен күні мен де іздеп кеттім. Содан іздеп таба алмадым. Атым жоқ болған соң жаяу жүріп, етігім тозды, жыртылды. Жалаң аяқ жүрдім. Сондықтан табаным тесілді. Сондықтан ақсақ болдым. Өз тамағымды өзім асырадым деді төстік. Төстік жеріне келді, амандасты, есендесті. Шешесі: қайдан келдіңдер деді. Төстік батыр барған жерін айтты. Шешесі: дудар қызды баласымен өртесін деп неге қағаз бердің деді. Жоқ шешеке, өйтіп берген жоқ едім деді төстік. Жігітті шақырыпты. Жігіт, қайда түстің, қайда қондың деп сұрады. Айтсам да өлемін, айтпасам да өлемін. Айтайын деді жігіт. Бара жатқанда жүректей жерден жұлындай түтін шықты. Сол түтінге бардым. Бір кемпір шығып сөйлесті. Қайда бара жатқан жігітсің деді. Жөнімді айттым. Атыңнан түс, деміңді ал деді. Бір аяқ боза берді, іштім. Мас болып ұйықтап кетіппін. Бір уақытта түрек өлдім. Атыма мініп кеттім. Сонда сол кемпір бір қылмыс істеген. Өзге жанның үйіне түскенім жоқ. Өзім хат танымаймын. Не қылсаңыз да өзіңіз біліңіз депті. Төстік батырдың аяғына жығылыпты. Төстік батыр оны кешті. Өзі бай болып, баласына ханның қызын алып беріпті. Баласы өзінен дасқан батыр болыпты. Баршасы мұратына жетіпті.